Бүгін Қырмышғалынан 1075-ші күні эфирде заман студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селямлайым. Адвокат Эмиль Курбединов азат етілді. Его күнде оның ресімлері ве уфырыклерінен берабер сойсоплары, онларнен достве меслікдешлері қаршылап алды. Курбединов он кон Ахмеджетнан уақат тұтып изоляторында кечірді. Ишғалжы махкемесі оны Санкедерсінта 2013 сенесі ичтимай ағылардаки сайфесінде экстремистик материаллар тарқатуында қабатлы деп таныды. Оны экстремизмнен күрешув меркезінің қадимлері январының 26-сында тұтып, апске ташладылар. Курбединов білдіргенне көре, өз фалиетіні, яғни мұсылманларны қоршаламаға девам етежектір. Акбар! Аллаху Акбар! Allah'ım yaratını kayıştırdı. Göz aydınlar. Sana binlerce şükürler bildiriyoruz. Sen bizden bugün pek kuvandırdın. Ya Rabbi, iyi din kardeşimiz hayrısını çıktı ve başka din kardeşlerimize hayrısını kapsayın kayıtıp korantalarla kavuşsun. Müslümanlara birlik ver, zafer ver. Amin. Yaxşı bir vaktiya olub çıktı. 10 gün degende çıkardılar. Ben belesem, asıl maksatları açık başka türlüydü. Çünkü administrativni iş boyunca obıskiler yapılmaydı. Tintuvler yapılmaydı. Bunlar cinayi iş hazırlayabilir ama bütün dünya Emel'in ve Sera'nın taraftarı olanını gördüysen korktular, yapmadılar. Administratif geçirdiler. Onun için Allah'a şükür demegen bir gün. Amin. Я очень сильно чувствовал поддержку людей, которые... Орантам жематчылық зенадашларым ве журналистлерінің дестегі олғанына дуйдым, пек яқшы дуя едім. Адвокатым келген вақыт дүнияда не олып кечкенini көстереді. Гражданлық жемиеті сағлам олғанындан хошынытым өз сөзіні айта біле. Белесем, ішке бұл пек тесір еткендір. Өзім үшін сечкен йөнеліште чалышмаға девам етежем. Башқа чәре жоқ. Зенадашларымнен инсан ақлары үшін күрешежекміз, апсты тұтылғанларны қоршалайжақ. Очень сильно, я думаю, повлияло на дальнейший исход. Салифлер қорантасы да айле башлығы яқын вақытта азат етілежегіне ұмыт бестейлер. Кеченлері Серан Салиевнің тұтылуынен бағлы қарарға адвокаты Қырым Юқары Рус махкемесіне шикайет берді. Ләкин қадылар оны қанатлендірмеге рет еттілер. Апсте тұтып мұддеті ярын саба екінленме керек. Ишғалжілер Серан Салиевны январының 26-сында оның евінде өткерілген тінтувден сон тұтып алдылар. Махкеме оны Санкедерсін ичтимai ағыларда экстремизмінен бағлы материаллар тарқатуында қабатлап, 12 күнге апске ташлады. Мы надеемся на благой исход этой ситуации, как в отношении своего супруга, так и в целом других несправедливо осужденных ребят. И чем далее будет идти время, общественность она будет понимать абсурдность всего этого дела и абсурдность отношения власти в первую очередь к мусульманам Крыма. И в любом случае, несмотря на нашу малочисленность, несмотря на различия в силах, Всевышний Аллах с теми, кто уверовал в Него, кто помогает Его религии. И Аллах hepimizге yardımcı olsun. Пусть бабушка вернется домой. Мы все его очень любим. Я очень соскучился по нему. Будем за него бывать, чтобы он побыстрее выпустил. Джинг мейданына чевірілген Авдеевкаға ышық берілді. Анда ышық тақменен бір аптаға кесілген еді. Шерге ышық кетірген телер ДНР жанкеверлерінің ұжымын нәтижесінде қопқан еді. Атеш тоқтатылмағаны үшін тамир бригадалары қаза olған ерге тез барып оламадылар. Террористлерінің ұжымы девам ете. Соңки бір қач күн девамында ДНР тарафдарларының атышулары нәтижесінде онларнен мескене виран olған. Ышық берілгеніне бақмадан шерде қыздыруф ноқталары чалышмақта. Волонтерлар одон, ашайыт ве сыжақ құрба кетірмеге девам етелер.
Kurbalarını volontyorlar bütün Ukraynadan yollaylar. Avropadan da getirirler. Sakinler sıcak şeylerini saylap alalar. Çünkü evlerinde soğuk, bazılarının hala da ısıtım sisteması çalışmay. Спасибо большое. Привезли дрова. Это низкий поклон. Люди замерзают. Odun getirdiniz, çok sağ olunuz gerçekten de sakinler buzlay, ısıtım sisteması çalışmay. Adreslerini de aytabileyim. Ne için çalışmay? Çünkü gaz borusu viran oldu. Sakinler ise evde olgan sobalarını alıp taşladılar. Neticede böyle alda kaldı. Odun için temanna etim çünkü odun en gerekli ve mühim şeydir. Tüken çalışa otmek getirip durarlar. Хлебушек завозят бесперебойно. Авдеевканы Қорчалайық Украина шарқында олып кешкен фажияларға дүния жематшылығының диққатыны желп етмек үшін фальжи оқу Қорчалайжы ве волонтерлар Киевнің мұстақылық мейданына шықтылар. Акция iştirakçылары ұжымге оғыраған шиырның ресімлеріні кетіріп, зарар көргенлерінен бір олғанларына көстермек үшін қырмызы шеритлер байладылар. Amnesty International темсілжілері акимиетні Рома статутыны имзаламаға чағырдылар. Оқу Қорчалайжылар білдіргеніне көре статут есасында тежауыз мемлекетіні Донбасста япқан жинайети үшін месулетлікке чекмек мүмкіндір. Закликаємо зараз вас звертатись до президента України для того, щоб ратифікувати Римський статут. Те, що ми бачимо зараз, це обстріли мирного населення, це атаки невибіркові на цивільні об'єкти. Це все порушення міжнародного гуманітарного права. Те, що ми можемо зробити, це закликати міжнародну спільноту у вигляді Міжнародного кримінального суду на те, щоб вони нам допомогли в першу чергу превентивно. Конечно, красными ленточками никак не остановишь агрессию. Это просто символичная акция поддержку наших военных, которые воюют на Востоке, и тех людей мирных, которые сейчас находятся в сложной ситуации под обстрелами. Необходимо делать ряд других действий. Продолжать, конечно же, давить на агрессора, чтобы действительно был отвод войск и не было перестрелок и так далее. Конечно же, необходимо давить на агрессора, чтобы он вообще ушел с Украины, освободил Крым. Егрімі виран олған ұшық теллері ве газ борусы виран алды. ДНР женкеверлері Мариуполь живарында олған Сартана қасабасына ұжым етмеге девам етелер. Сонки авто девамында қасаба 4 кере террористлерінің ұжымыны оғыраған снарядтылар еп қасабаның шимали шарқ тарафына түшмекте. Атышулар нетижесінде виран олған таван, пенжере ве диварларына құртаржылар тамирлемеге девам етелер. Мы только позавчера... Екі көне велсі түшкен снарядтан қорқу қалды. Азбарда олған құрылышларынан бір қысмы виран олды, евге тимеген еді. Башқа атышып олмай жақ деп түшіндік, чүнки бір ерге екі снаряд түшмейдерлер, түше екен. Ақшам саат 12-ге яқынлаша еді, сеслер пейда олды, чатырдамақ башлады. Еркез ерге ятсын деп қычырып етіштірдім. Снаряд парчалары ершейіні пенжереве диварларыны тешіп кечті. Тұрған олсақ, біз шымды олмаз едік. Тунебін Романияның чешет шерлерінде 500 миллиондан зияде инсан наразылық акциясына шықты. Ең чоқ инсан пайтақ Бухаресте топлашты. Акибен бинасы оғынды 300 биңден зияде инсан шыққан. Шымды наразылық iştirakçылары акимиетке келген социал-демократик фырқасының темсілжілері истифаға кеткенін талап етелер. Сонки көре бөлі бұйық нумайыш 1989 сенесі олып кечкен еді. О вақыт мемлекетте коммунистик режимі еңілген еді. Bu bir kararname meselesi değil. Nasıl politika yaptığınızla ilgili gerçekten aynı şeylerden bıktık. Burada sadece hükümeti değiştirme talebiyle toplanmadık. Bu genel olarak toplumla ilgili. Yalnızca kendi çıkarları için yasa yapan bir avuç insanla ilgili değil. Yargıdan kaçıyorlar. Bana göre hepsi bu. İnsanlara hesap vermek istemiyorlar. Diyalogdan kaçınıyorlar. İnsanlar bu hükümetin gitmesi yönünde yaptığı baskıya devam edecek. Sadece bu acil hükümet kararnamelerinin geri çekilmesi göstericileri mutlu etmeyecek çünkü bunun yozlaşmış bir hükümet olduğu ortada. Bu politikaları sürdürecekler ve muhtemelen yolsuzluk yapmış politikacıları cezaevinden çıkarmaya yine çalışacaklar.
Ахмеджи живарындаки Каменка чөплік полигоны қапатылған соң чөплікні Қарасубазар районынан Тургенева койы живарына ташы башладылар. Андаки сакинлер бұна итираз білдірелер. Анда тахменен 300 сакин яшамақта. Олар айтқанларына көре шымды нефес алмасының чаресі yok. Язда не олажағыны түшінмеге біле қорқалар. Мы что, не люди, что ли, здесь? Біз адам дегілміз ма? Ел біз тарафқа ескенде нефес алмасының чаресі yok. Сижақ болған вақыт аслы теміз ава олмай. Истесең противогаз ки. Каменкада адамлар яшай, біз адам дегілміз ма? Значит, это люди, а мы не люди, что ли? Учучы Аметхан Султаны күреш ярышы ile аңдылар. Бұйық онларда яшлар арасында күреш ярышы өткерілді. Тешкілячылар білдіргенне көре ярышта Қырамнан чешет регионларынан келген 15-тен 18 яш арасында олған 50-ден зияде генч іштірак еткен. Бұл саатқа азыр олған соңки хаберіміз еді. Епіңізге қайырлы күнлер тілейм. Невбеттекі яйынларымызны қачырманыз көрішкенже.